Ақшаны қалай үнемдеуге болады? Бюджет жасау ақшаңызды қайда жұмсайтыныңызды білудің ең жақсы жолы. Шығындарыңызды жазып, оларды санаттарға бөліңіз. Осылайша қай жерде үнемдеуге болатынын көресіз. Керек емес заттарға ақша жұмсауды тоқтатыңыз. Мысалы, күнделікті кофе алудың орнына үйде дайындаңыз. Артық жазылымдардан бас тартыңыз. Үнемдеуге нақты мақсат қойыңыз. Мысалы, жаңа көлік алу немесе саяхатқа шығу. Мақсат болса, үнемдеу оңайырақ болады. Ақшаңызды автоматты түрде жинақтау есебіне аударып тұрыңыз. Бұл сіздің үнемдеуге деген міндеттемеңізді күшейтеді. Ақшаны көзден таса ұстау оны жұмсаудан сақтайды. Әрқашан бағаларды салыстырыңыз. Үлкен заттарды сатып алмас бұрын, бірнеше дүкенді аралап, ең жақсы ұсынысты табыңыз. Жеңілдіктерді пайдаланыңыз. Қарыздарыңызды төлеуге басымдық беріңіз. Қарыздар сіздің қаржылық жағдайыңызды нашарлатады. Қарыздардан құтылсаңыз, үнемдеуге көбірек ақшаңыз қалады.